Қайырлы күн, қадірлі көрермендер. Бүгін сіздерді бір Қазақстанның ғылымының тарихындағы, мәдениетінің тарихындағы бір тамаша адаммен таныстырғым келіп отыр. Бұл адамды мен ертеректен білуші едім. Біздің бала кезімізде мына Аягөз, Семей облысы Аягөз ауданының Ақшатау деген ауылда әкем 30 жылдай мұғалім болған кісі сол кісі айтып отыратын еді. Кешірім Бозтаев деген, одан кейін мына Зада Қарғажанов деген біздің мектепте бірге оқыған замандастарымыз Алматыда біреу Өскеменде қызмет етіп жүр. Қазіргі жастар сондай болу керек, отаншыл, білімшіл болу керек деп айтып отыратын еді, соларды үлгі қылып. Кейін мен Алматыға келген кезде осы Зада Қарғажанов деген кісіні бір тойда кезіктіріп, ел жақтың адамдарын сол жерде көріп танысқан едім. Одан кейін кейінірек бір тағы да бір жағдайда кезігіп, ол кісінің хал сұрасып былай танитындай дәрежеге келдік. Мен ол кісіге айтып едім, мен сіздің Төлеу деген замандасыңыздың баласы боламын. Атым Келіс, фамилиям Рахымжанов деп. Ол кісі Ақшатаудасың ба деп қойды. Енді бұл кісінің қандай ерекшелігі бар дегенге келетін болсақ, бұл кісі өзі математика ғылымының кандидаты болған, политехникалық институтта кеңестік кезде көп жыл сабақ берген адам, ұстаздық еткен. Онымен қоса мына егемендік алған кезде экономика ғылымымен айналысып, мына Қазақстандағы қазба байлықтардың бәрінің экономикалық расчет дейміз ғой, есептерінің бәрін шығарған сол кісі дейді. Сол экономикалық расчеттарын шығарып, экономикалық институтында бір топ ғалымдарды жұмылдырып, мына экономика ғылымының математикалық методтармен көп нәрсені шешкен жаңашыл ғалым болған екен бұл кісі. Содан 90-шы жылдардың, 2000-ші жылдардың ортасында мені бір ғалым ертіп барды экономика институтында. Сонда мына кітаптың тұсаукесері болып жатыр екен, Ақшатаудың ұланымы деген кітап. Сол жерде бір топ ғалым кезігіп, жаңағы экономистер мемлекеттік сыйлық алған екен бұл кісі осы экономика саласындағы жаңағы үлкен экономикалық еңбек үшін. Содан Зада Қарғажанов туралы оның замандастары көп естеліктер айтты. Сол жерде осы кітап таратылды. Енді бұл кісіні көп адамдар біле бермейді. Ел жақтың адамдары білсін, Аягөзден тарап оқып жатқан азаматтар білсін, біздің жерлестеріміз болса көріп, осы күні таныс болсын деп айтып отырмын. Ал енді мына кітабына келетін болсақ, бұл кісі өлеңдері Ақшатауға арнаған, Аягөзге арнаған, өзінің достарына, отбасына, бірге істеген қызметтестеріне арнаған. Сондай өлеңдерін қарап отырсам, енді жап-жақсы. Осындай адамдарды біз біліп жүруіміз керек. Бұл кісілердің еңбегі мемлекет елеп, мемлекеттік сыйлықты табыс еткен бұл кісіге. Енді жаңағы жиында экономика институтының бір топ ғалымдары бұл кісіні өте бір жақсы ұйымдастырушы, өте білімді ғалым еді, адамгершілігі зор адам еді деп есіне алып сөйтіп отырды. Біздің жастарымыз міне осындай тамаша ғылымның бір ғана саласында емес, бірнеше саласында еңбек еткен адамдарды біліп жүрсе артық болмайды ғой деп ойлаймын.